Қайырлы кеш, біздің сабақты оқып жүрген және де тағатсыздана күтіп жүрген жандар қаржылық сауаттылық бағытындағы тегін сабақтарымызды жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі сабақта менің айтқым келетіні ақшаны біз енді тиімді басқару, есептеу жайлы айттық. Енді ақшаны жалпы дұрыс ұстап қалу да бір өнер негізінде. Өйткені қазіргі таңда бүгінгі сабақта алаяқтық деген тақырыпқа кішкене көбірек тоқталғым келеді. Осы 2000 жылдардың басында алаяқтық қанша 190-шы бап, 2000 жылдардың басында ең көп мынау сот процесі ол төбелесте болатын, ұрлықта болатын. Орысша айтқанда кража, разбой деген статьялармен болса, соңғы 7-8 жылдықта алаяқтық деген бап кәдімгідей еселеп өсіп кеткен. Яғни біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Заман дамыған сайын, интернеттің жылдамдығы артқан сайында алаяқтардың саны ол көбейе береді. Ол алаяқтардың өзі де түрмеде отыруы мүмкін, шетелде отыруы мүмкін, немесе арнайы осы ірі қалаларда офис ашып, адамдарды да арнайы жұмысқа алып, айлығын беріп, соларға халықты алдайтындай әрекет етуі мүмкін. Бұлардың барлығында сценарийлері бар. Енді бүгінгі сабақта сол сценарийлерге тоқталғым келеді. Бірінші кезекте мынау алаяқтарда бізде көбі эмоция. Тек қана эмоция. Алданудың бір ғана жолы ол эмоцияңызға ерік беру. Мысалға қараңыз, сіз ауырып жатқан бір баланы көресіз де, әлеуметтік желіден немесе көшеден эмоцияға берілесіз, сосын сіз оған көмектескіңіз келеді, болмаса садақаңызды бересіз деген сияқты. Тура сол секілді алаяқтар сізге эмоционалды түрде шабуыл жасайды. Ең көп тіркелетіндер сіздің нөміріңізге хабарласады да айтады: мен банктенмін, осындай, сіздің шотыңызға қазір қандай да бір шабуыл келіп тұр. Біз соны тоқтату мақсатында, хакерлердің шабуылынан сізді қорғау мақсатында дәл қазіргі уақытта сізге 4 таңбалы 4 сан келді, соны айтыңыз деп сізге эмоционалды түрде шабуыл жасайды. Сіз не істейсіз? Оны естіп көріп тұрасыз да, айтасыз: ойбай, сізге шотыңыздағы ақшаны олар сақтау керек қой. Ол сізге жаңағындай сенімді түрде сондай дауыстармен хабарласқаннан кейін, бірден сіз оған 4 сан айтқаннан кейін сізге онлайн несие рәсімделіп кету қаупі өте жоғары. Одан кейін қазіргі уақытта ең көп таралған тағы да ұлттық қауіпсіздік комитеті. КМБ-дан мен сізге звондап тұрмын дейді. Сосын сіз айтасыз, не үшін деген кезде айтады ол сізге: сіздің шотыңызған кезінде, нақты күнін айтпайды, уақытын айтпайды, кезінде қаржылық террористердің ұйымына ақша аударылған екен. Сіз сонда террористерді қаржыландырған екенсіз. Сол террористерді қаржыландырғаннан кейін сізге арнайы статья бар. Осы статьямен, осы баппен сіз 10 жылға сотталып кетуіңіз мүмкін. Мен сізді алдын ала ескертіп тұрмын деген кезде сіз не істейсіз? Енді ойламайсыз ғой, біз күнделікті мысалы Каспий арқылы, басқа да банктер арқылы біреудің ақшасына аударып жібереміз, таксиге аударып жібереміз. Мүмкін ол адам шынымен террорист болып шығатын болса, мысалға бірден эмоционалды түрде сіз не істейсіз? Ойбай, онда не істеу керек? Ол айтады сізге: онда мен саған көмектесемін дейді де, сізді былайша айтқанда бір қармағына іледі. Ары қарай не істеу керек? Осы қазір банкке барыңыз, сіздің сол транзакцияны алу керек. Осы транзакцияны алған кезде деп әңгімелерін бастаған кезде сіз өзіңіз банкке өз аяғыңызбен барып тұрсыз, былайша айтқанда. Яғни сізге сол статья болып кетпес үшін, болмаса сіз сотталып кетпесін дейді де, қайтадан психологиялық тұрғыда сіздің атыңызға несие рәсімдеп жібереді. Яғни сіз өз аяғыңызбен банкке барып несие алып тұрсыз, былайша айтқанда. Олар айтады: сол түскен ақшаны мына шотқа аудару керек, сол кезде барлығы жақсы болады дейді де. Көрдіңіз бе? Олардың тағы да бір несі, көбінесе орысша сөйлеседі. Одан кейін WhatsApp-қа сіздің танысыңыздың суретін қойып қою мүмкін. Telegram каналда да солай болады. Егер де сондай бір хат WhatsApp-қа жазып, Telegramда, басқа да әлеуметтік желіде хат алсаңыз, бірден сол танысыңызға хабарласыңыз: мынау сенсің бе, шынымен бе деп. Сондықтан
осындай әрекеттер. Бұл сценарийді мен не үшін айтып отырмын, біліп жүріңіздер. Барлығында эмоционал түрде. Дәл менің осындай бір танысым, тағы да бір айтқым келетіні, бұл алаяқтарға алдану әп-сәтте. Ол дипломға қарамайды, сіздің статусыңызға қарамайды. 3 дипломыңыз болса да алдап кетуі мүмкін, немесе ірі кәсіпкер болсаңыз да алдап кетуі мүмкін. Неге? Өйткені тек қана сізге ол эмоционалды түрде шабуыл жасады, иә. Дәл осындай сценариймен менің жақын бір танысымды алдап кетті. Бір күннің ішінде 8-9 миллион теңгесінен айырылып, көлігінен айырылып, сөйтіп қалған жайы бар. Одан кейін үшінші нәрсе, сізге арзан дүние ұсынуы мүмкін ол адамдар хабарласып. Мысалға, сіз шетелге барғыңыз келіп жүр, немесе бір затты алғыңыз келіп жүр, iPhone алғыңыз келіп жүр. Примерно айтайын, мысалға, сізге саяхат горящий тур дейді, например, Түркияға, Египетке дейді де 250 мың теңге, мысалға. Бір адамға бизнес-класс, 5 жұлдызды қонақ үй деп, соны ойлайсың, қалай деген секілді. Ол айтады, не бізде горящий турлар, сіз тез алып үлгеріңіз дейді. Сіз не істейсіз? Анаған үлгеріп қалғыңыз келеді. Эмоционалды түрде, давай, мә алайын. Еще бұлар не істейді? Көбінесе бөліп төлейін дейді. Немесе үлкен пенсионерлерге звондайды да, жаңағы сіздің денсаулығыңызға байланысты, мысалға массаж, бұл өмірді ұзартады. Әр адамның көбінесе жанды жерлерін біледі. Жастар болса, жастар саяхатқа қызығады, айфонға қызығады дейтіндей. Үлкен адамдар болса, денсаулыққа қызығады. Денсаулықтың түрлі препараттарын пайдаланып жатады, айтып жатады Германиядан, Жапониядан деген сияқты. Оған да алданбаңыздар. Одан кейін төртінші алаяқтардың ең негізгі көп шоғырланған жері мынау OLX сайттарында, болмаса крыша, колеса деген, яғни ең көп адамдар кіретін сайттарда. Яғни сіз не істейсіз? Кәдімгі ешкімді алдамай, адал түрде алған көлігіңізді сатуға қойғыңыз келеді. Бұлар алады да не істейді? Сізге хабарласып, мен задатық берейін деп едім, сіз бірақ карточка нөміріңізді айтыңыз. Одан кейін карточка нөмірін айтқаннан кейін сізге ақша бармай тұр, карточканың артындағы нөмірді айтып жіберіңізші дейді де, қайтадан олар тез сөйлейді. Сонда сіз қалай беріп қойғаныңызды, қалай айтып қойғаныңызды білмей қалып жатасыз. Немесе екінші сценарий, сіз OLX-қа заттарды арзан бағада қойдыңыз. Маңызды емес, мүмкін қымбатта болуы мүмкін, бір тақтаны сатылымға қойдыңыз, примерно 30 мың деп қоя салдыңыз. Ол сізге айтуы мүмкін, сіздің тақтаңыз маған ұнады, давайте мен аламын, бірақ сіз жаңағы маған салып жіберіңіз. Қазпочта арқылы, болмаса курьер келеді, сол курьер арқылы салып жіберіңіз дейді де, қайтадан не істейді? Сіз оны өзінше ойлайсыз, қазір маған курьер келеді, мен оны салып берем деп ойлап отырасыз. Дәл сол кезде сізге айтады, ол курьер шықты, мен сізге ақша аудара алмай тұрмын. Енді сіз бүкіл затыңыз дайындап қойдыңыз, анау қайта звондап жатыр сізге. Соны не істейсіз? Жарайды, не істеу керек? Ол айтады қайтадан, сізге бір 4 таңбалы сан келді, код келді, анау келді, мынау келді деген сияқты алдайды да, сөйтіп сіз қайтадан қармағына ілініп алданып қалуыңыз мүмкін. Қайталап айтам, алаяқтар өте әккі түрде жұмыс жасайды. Бұл біздің Қазақстанда да өте дамып кетті. Интернет дамыған сайын, қайталап айтам, алаяқтар да дамиды. Кореяда өте жоғары деңгейде, Германияда да солай екен, Австралияның да статистикасын қарадым, өте сұмдық көп. Жапонияның өзінде де алаяқтар көбірек. Енді осы алдауға байланысты тағы да бір нәрсе, көбінесе елдер кооператив дегенге алданып жатады. Кооператив, яғни пайызсыз баспана 0%, одан кейін бөліп төлеу 10 жыл, 20 жыл дейді де, бұл жақта не істейді? Артынан адам тірке дейді. Яғни біз осы уақытқа дейінгі сабақтардың бірінде біз пирамида жайлы әңгіме айттық, банктердің проценті жайлы айттық. Ол кезде біз не дедік? Банктың өзі, ұлттық банктың өзі екінші деңгейлі банктерге базалық мөлшерлеме негізінде орта есеппен 14%-бен кредитін береді. Инфляцияның, ақшаның құнсыздану деңгейінің өзі биылғы жылға шамамен 10%. Өткен жылдары 16-20-ға дейін барды бұл инфляцияның деңгейі. Көрдіңіздер ғой? Яғни, бұлар не істейді?
бәрі рахат, 0% бөліп төлеу. Сценарийлері бір, бірақ кооперативтердің аттары әртүрлі ауыса беруі мүмкін. Кезінде мен баспанаға бағыт, отбасы банк, жилстрой деп әңгімені бастаған кезде, дәл осы кооперативтің өкілдері маған атака жасайтын. Дәулет банктың адамы, дәулет өкіметтің адамы, дәулет әтеу, дәулеттің мақсаты елдің барлығын процентке қораға тығу дейтінде. Жоқ, менің айтатыным дұрыс қаржылық сауат. Қайталап айтам, шамаңыз жете ме, наличкаға алыңыз, ешқандай кредит алмай, ешқандай ипотекаға алмай, шамаңыз жоқ. Тіпті өткен сабақтарда айтқандай, халықтың 90-80% 1 миллион теңге жинамаған мысалға. Жинақ жүйелері жоқ. Ал ондай адамдарға не істейсің сен? Әрине жақсы банкке жоламай наличкаға, бірақ 1 миллион теңгені жинай алмай жүрген адам 10 миллионын, 20 миллионын қалай жинайды? Жинай алмайды. Оған үйретесің, жинаудың тәртібін жасақтайсың мысалға. Сөйтіп жинауға үйренген адам ол міндетті түрде алады. Ал ең рахат әрине 100% алда үйінде тұр. А бұлар не істейді? Бір ғана құжат, удостоверениемен, басқа ешкім керек жоқ дейді сізге. Сосын несие тарихына қарамаймыз дейді. Несие тарихына қарамаймыз дейді. Сөйтеді де сізге 10-20% береді. 10-20 жылға береді дегенім, 0% бен. Бірақ бұның жүйесі қалай? Сіз бұның артынан да адам тіркеу керексіз. Вроде финансовый пирамида, бірақ бұлар кооператив қылдырып ашып атады. Бізде заң бар, жилищный строительный кооператив. Кез келген адам, бұл жерде мысалға мен өзімнің достарымен, 10 досыммен қосылып, ЖСК ашамда 10 адамдық квартира салуы мүмкін. Болды, 10-10. 50-50, одан артық аспайды. А бұлар көп жағдайда не істейді? Жилищный строительный кооператив қылдырып алады да, жилищныйын айтпайды, строительный айтпайды, жалпы немесе строительствоны айтпайды, ЖК деп жүреді. Жилищный кооператив деп жүреді көп жағдайда. Тұрғын үй кооперативіміз дейді де, ол жерде не істейді? 10 адам, 100 адам, 200 адам резинке сияқты тіркеле береді. Яғни бұл жердегі система бірінің салған ақшасын бір алып отырады. Бастапқы жарына 0% деп тұрып үй беретін адамдар бар. А олар не істейді? Оны әлеуметтік желіге салады. Мен бірнеше осындай алаяқтық бабы бойынша іс қозғалған небір кооперативтер бар, солардың жүйелерін міндетті түрде қараңыздар. Аттар ауыса береді. Мен бұл сабақтан кейін сіз түсінуіңіз керек, бұндай жоқ екенін. Тіпті мына 0%-ның өзі далбаса, ертең күні ол сізді үйіңізді тартып алса да, сіз ештеңе істей алмай қаласыз. Сондықтан да ойлану керек, 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек. Қаншама адамдар осындай кооперативтерге алданып, үйсіз қалып жатқан азаматтарымыз бар. Бірақ жаңағы айтқандай, бұлар біз заңды түрде тіркелгенбіз. Сосын мысалы мынандай бір оқырман болды. Олар Forte банкпен жұмыс жасайды екен ғой дейді, заңды түрде ғой дейді. Мен айтамын да, сіз білесіз бе, міне жилищный строительный кооператив ашам да, мен де банковский счет ашам, Forte банктен ашам да, міне банкпен жұмыс жасаймын деп айта беремін. Немесе халық банктен счет ашам да, халық банк, ол халықтың сауатсыздығын пайдалану. Түсініп отырсыздар ма? Осындай нәрсе. Одан кейін дәл жаңағы алаяқтар бізде көбейген сайын білесіздер ғой енді. Алаяқ көбейеді, оған қарсы заңдарды да қабылдауға тырысамыз. Қазіргі уақытта бізде антифрод, яғни антифрод ұлттық банк тарапынан антифрод орталық жүзеге асты. Бұл дегеніміз не? Күмәнді транзакциялар, банктерден кеткен крупный ақшалар уақытша блокталып қалады, автоматты түрде. Ол сізге қайтадан хабарласып, шынымен осылай болды ма, сіздің өзіңізбен бірнеше мәрте сөйлескеннен кейін барып, сіз оны растағаннан кейін барып, ол бұғатта тұрған ақша қайтадан кетуі мүмкін, яғни тиісті жеріне. Ал егерде көрдіңіз ғой, жаңағындай бұл заң енді ғана жүзеге асты. Осының өзінде антифрод орталығы арқылы, қателеспесем, 2 айдың ішінде ма, 1,5 айдың ішінде 400 күмәнді шоттар бұғатталды. Яғни оның ішінде ең бірінші шетелге кетіп бара жатқан ақшалар. Бұл жерде сізге алаяқтар хабарласқан кезде сіз бұл орталыққа хабарласа алмайсыз. Бұлар жаңағындай автоматты түрде, ол жеке тұлғалармен сөйлеспейді. Антифрод орталығы дәл осы ақшаның транзакцияларына байланысты, сомасына байланысты ол жаңағындай ақшаның шотын блоктап отырады. Бізде жаңағы айтқандай алаяқтардың көбі қайдан дедік? Басым елдер, яғни көрші елдерден алаяқтар өте көп. Олар VPN, яғни
бізде тіркелмеген интернет хостинг провайдерлерді пайдаланады да, сосын оларды да өкінішке қарай ұстау да қиын болып жатады. Десе де антифрод жаңағы орталықтың да өзіндік беріп жатқан көмегі бар. Одан кейін тағы да бір нәрсе, мен оны сіздерге келесі сабақта айтқым келеді. egov.kz сайты арқылы өзіңіздің электронды цифрлы қолтаңбаңызды енгізу арқылы сіз өзіңіздің банктен кредит алуға шектеуіңізді қоя аласыз. Яғни бұл да бір алаяқтардың алдын алу үшін, оларға тосқауыл қою үшін жасалған әрекеттердің бірі деп өзім есептеймін. Сондықтан да арзан нәрсеге жүгірмеңіздер. Қайталап айтам, жылтыраған дүниенің барлығы алтын бола бермейтінін де мен өткен сабақтарда айттым. Одан кейін енді дәл осы жерде айтқым келеді, сетевой маркетингті де көп адам сұрап жатады. Дәулет мырза, бұмен істесек бола ма, алданып қалмаймыз ба деп. Енді қараңыздар, сетевой маркетинг пен қаржы пирамидасының негізгі айырмашылығы, сетевой маркетингте товар болады. Товар. Сіз оны көзбен ұстай аласыз, көзбен көре аласыз, қолмен ұстай аласыз, немесе бір өнімдері болса дәмін татып жей аласыз дегенде. Көбінесе жаңағы бат сататындар, мынау саяхат турлары, болмаса косметика, солардың барлығында товар бар. Сетевой, енді оны желілік маркетинг. Негізгі айырмашылығы, бұл жерде товар бар, товар. Яғни көзбен көре аласыз, қолмен ұстай аласыз, сезіне аласыз. Көрдіңіз бе? Ал пирамидада қаржы пирамидаларды аттарын ауыстыра береді. Бізде анау шетелский ат көрсек қызық кетеміз ғой. Бір бәле жаңағы international, одан кейін industry бірдене, тағы немене, world деген бір шетелдік аттарды көрсек, деп қызық кетеміз, мысалға. Жоқ, қызықпаңыздар. Ол барлық алаяқтардың әрекеті болып табылады. Қаржы пирамидалар. Қаржы пирамидасында товар жоқ. Товар жоқ, товар болмайды. Және де ол жерде тек қана сен ақша саласын. Сосын олар айтады, ештеңе істемей ақшан көбейеді. Ештеңе істемей барлығы күшті. Ақшаны саласын, 3 айдан кейін өзің қайтарып аласың. Артынан достарыңды шақыр, Нұрсұлтанды шақыр, Шәмілді шақырайық, оларды тіркесен, ол сенің салған ақшаны бірден қайтады деген дүниелерді көрсеңіз, ол бірден қаржы пирамидасы. Одан аулақ болыңыздар. Бізде заң аясында қаржы пирамидаларын жарнамасын жасаған азаматтарда, оны ашқан азаматтарда, қателеспесем 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады және дүние мүлкі толығымен тәлкіленеді. Сондықтан да осыны ескеріңіздер. Ал желілік маркетингте товар бар, ол жақта да адам тіркейсің сен. Бірақ сіз қолыңызда көріп жүрген Faberlic, Avon, неме анау, Oriflame, сондай косметикалар бар, мысалға. Ол косметика мысалға 1000 теңге болуы мүмкін, былай алсаңыз. Маркетинг осы компания арқылы тіркелетін болсаңыз, сізге олар 15% скидкаларын жасайды, мысалға 850 теңге деген секілді. Ол жақта да адам тіркеу жүйесі жүреді. Бірақ сіз білу керексіз, ажырата білу керексіз. Қаржылық пирамида ма, желілік маркетинг па деген сияқты. Желілік маркетингтің негізгі нәрсесі ол товар, яғни сіз оны сезіне аласыз, ұстай аласыз. Тіпті мынау шетелдік саяхат бір компанияға да байланысты келеді, ол желілік маркетинг. Өйткені ол жерде адамдар тіркейсін, немесе тіркемей-ақ өзін ақша жинап саяхатына бараласын. Ол жерде енді товар болмаса да, ол жердегі былайша айтқанда товары ол кеме болып тұр. Круиз болып тұр, мысалға. Ол жерде не істейсіз? Сіз сезінесіз, кемеге отырасыз, әдемілікті көресіз деген сияқты, ол сезінесіз. Тура сол сияқты бағанағы айтқан жаңағы турецкий баттары бар, шетелдік косметикалар бар. Оны сіз жағасыз, пайдаланасыз, сезіне аласыз. Ал қаржы пирамидасында сіз оны сезіне алмайсыз. Ол сіз қиял әлемінде жүресіз. Қиялдап, ақшаны сақ қойдым, қазір мен 3 айдан кейін ана ақшам көбейіп жатыр, процент өсіп жатыр, бүйтіп жатыр. Бұл және де өткен сабақтарда айтқанда, бұлардың проценті өте жоғары болады. Сондықтан қайталап айтам, кемпір беріп қыз ала алмайсыздар, 50 беріп 100 ала алмайсыздар. Барынша қаржылық сауатты болайық. Бар ақшамызды жарату да, оны дұрыс пайдалану да, ол да бір өнер. Әр қазақ бай болсын.